Schoolboy Runaway сырттай қарапайым ойын сияқты көрінгенімен артында жасырылып жатқан оқиғалар мен жұмбақтарға толы қорқынышты ойын. Ойынның атмосферасы, кейіпкерлері және шынайы оқиғалардан шабыт алған қорқынышты деңгейлері ойыншыларды үрейге бөлейді. Бұл видеода біз осы ойындағы ең сұмдық әрі тылсым фактілерді ашып, оның артындағы шынайы қорқынышты әлемге саяхат жасаймыз. Егер сіз де үрей мен адреналинді ұнатсаңыз, онда осы оқиғаларға дайын болыңыз. Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге мен Ернұрға YouTube арнасы. Бүгінгі видеода мен сіздерге Schoolboy Runaway атты өте қорқынышты ойындардың бірін сіздерге ашу шындығын ашып, сіздерге түсіндіріп айтып беретін боламын. Бұл ойында жын бар, яғни сіздерге осының бар екен сіздерге түсіндіріп айтып беретін боламын. Сондықтан видеоны үзбей соңына дейін қарап өтіңіздер, және де арнаға тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде арнаға тіркеліп лайк басып, қоңыраушаны шертіп қойыңыздар. Ал көп созбай видеомызды бастаймыз. Schoolboy Runaway ойынын 2024 жылы шыққан ресейлік жасырын ойын. Ойын балалар мен жасөспірімдер арасында тез танымал болды. Ойын Google Play'де 10 миллионнан астам рет жүктелген. Ал Қазақстанның ең ірі қаласы Алматыда қыркүйекте орын алған бірнеше бала суицид оқиғасынан кейін ата-аналар әлеуметтік желілердің қайғылы оқиғаларын ықтимал себептерін белсенді түрде талқылай бастады. Балалар мен жасөспірімдер мобильді қосымшалар, телеграм чаттар және кітаптар арқылы қолжетімді қауіпті ойындарға тартылады деген болжам айтылды. Осындай ойындардың бірін балаларды үйден үнсіз қашуға және ата-анасының жазасын аулақ болуға үйрететін мектеп оқушысының қашуы деп аталды. Ойынның сюжеті бейшара студент Андрейдің төңірегінде өрбиді. Бала компьютерлік ойындар ойнауды және достарымен уақыт өткізуді жақсы көреді. Алайда ашуланған анасы баласын күнделігінде үлгермегені үшін орындыққа отырғызып геометрия оқулығын толтыруға мәжбүрлеу арқылы жазалауды ұйғарады. Алайда Андрей сабағын оқып, нашар бағасын көтерудің орнына үйден қашуға бел буады. Schoolboy Runaway фильмінде ата-ана басты зұлым кейіпкерлердің рөлін ойнайды, ал бала жазадан құтылуға тырысатын кейіпкер. Дегенмен студенттің үйден қашуы оңай емес, ойын ұқыптылық пен сақтықты талап етеді. Ең кішкентай қатай және ересектер қашу әрекетін дереу анықтайды. Ойыншының басты міндеті назардан тыс қалу. Ал Андрейдің қашу үшін әртүрлі жолдарды таңдай алады. Мысалы, терезе арқылы қашып кетуге немесе кілттерді тауып алдыңғы есікті тыныш ашуға болады. Егер де Андрей ұсталса, ата-анасы оның бетінен ұрып соғады және де мәжбүрлеп үйді айналып жүгіреді, еденді жуады немесе ауа сыпыртады. Осылай анасы күнделікті жазалайды. Ал егер де Андрей 3 рет ұсталса, ойын аяқталып, ойыншы мен кейіпкер бәрін қайтадан бастауға тура келеді. Ал пайдаланушылар кейіпкердің үйін аралап, ата-аналарының кешкі ас дайындап жатқанын бақылай алады және сөреден үйлену тойының фотосы сияқты әртүрлі заттарды таба алады. Ойын сонымен қатар көшелерді зерттеуге және қоршаған ортамен, соның ішінде үй жануарларымен қарым-қатынас жасауға мүмкіндік береді. Ал енді достар, мен сіздерге осы Schoolboy Runaway атты ойын туралы 5 қорқынышты факттарды айта кетейін. Бірінші, ойынның негізінде белгілі бір елдердегі оқу орындарында болған шынайы және қорқынышты оқиғалар жатқаны айтылады. Әзірлеушілер кейбір оқиғаларды тіпті нақты аталған жерлер мен тұлғалардың шабыт алған. Осыған байланысты ойынның көріністері шынайы өмірде болған оқиғаларды еске түсіреді. Екінші факт. Ойынды жасаушы команда туралы қызықты әрі қорқынышты мәліметтер бар. Команда мүшелерінің бір ойында құру барысында өзіне өзі жабылып, кейіннен із-түзсіз жоғалып кеткен екен. Бұл оқиға ойын жасаушыларына қатты әсер етті және кейіпкерлердің қорқынышты бейнелерін сол жағып кеткен адамның елес бейнесінен шабыттанып жасағаны туралы аңыз таралған. Үшінші факт. Ойын ішінде жасырын файлдар мен дыбыстар бар. Олар кездейсоқ сәттерде пайда болып, қорқынышты атмосфера тудырады. Бұл файлдар арнайы түрде қосылмаған, әзірлеушілер оларды бағдарламалаған кезде байқалған дейді. Бірақ ойынға қосылған соң оларды өшіру мүмкін болмаған. Төртінші факт. Ойынның алғашқы нұсқаларында бар болған, бірақ кейіннен тыйым салынған құпия деңгей бар екен. Бұл деңгейде кейіпкер қараңғы дәлізбен жүргенде күтпеген елестер, түсініксіз дыбыстар шығып, ойыншыны айқайлатып қорқытатын дыбыстар қосылады. Көптеген ойыншылар бұл деңгейді ашуға тырысады, бірақ кейін бұл деңгейдің барлығы психологиялық қысымды күшейту үшін жасалған екені айтылады. Ал енді соңғы 5-ші факт. Schoolboy Runaway ойынның ең қорқынышты элементтерінің бірі басты кейіпкерді бүкіл ойын бойы аңдып жүретін қараңғы фигура. Кейбір ойыншылар ойын ішіндегі фигураның шынайы бейне екенін айтып, бұл оларды ұйқысыз түндерде елес секілді аңдығанын жеткізеді. Ал достар, осылайша видеоны қорытындылайтын болсақ, Schoolboy Runaway ойыны тек ойын ғана емес, жасырын сырлар мен қорқынышты оқиғаларға толы әлем. Ойынның әрбір деңгейі, әрбір қарсыласы бізді шынайы өмірдегі тылсым жағдайлармен бетпе-бет келтіріп, қорқынышты әлемге терең бойлатады.
Егер сізде бұл ойыннан жаңа фактілер тапсаңыз, пікірлерде бөлісіңіз. Алдағы уақытта да басқа қорқынышты ойындар мен оқиғаларды талдап, сіздерді үрейлі әлемге саяхатқа алып келетін боламыз. Ал енді достар, сіздермен бірге болған мен Ернұрға YouTube арнасы. Егер де видеоның соңына дейін үзбей қарасаңыздар, онда міндетті түрде арнаға тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны шертуді ұмытпаймыз. Тезірек 1000 подписчикке жеткізіп тастайық. Ал енді келесі видеода кездескенше аман сау болыңыздар.